Абай Құнанбайұлы. Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, араз сөзі аз болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебі не? Һәммә ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз, қорқақ, мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамса, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен, басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрберден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді. Егін, сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапты, талады деген әр түрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание, тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлар да әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, ешбір қызметке қарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі құлық, арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді, өзіндей арам құларды қадірлейді, өзімен дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзілігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі, пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник пен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді.
уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азайар еді, бәлки жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайлағандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәукенің құл төбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеу екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.